Шам намазының уақытысы Медина қаласында Ухуд тауының етегіндеміз біз қазір. Сондай саябақтамыз, әдемі, керемет, ауа райы өте тамаша болып тұр. Бүгін күндердің сұлтаны болған қасиетті жұма күні. Міне Ухуд тауы. Ухуд тауы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Яғни бұл хадисті Бухари, Муслим, Сахих деген, яғни Сахих дәрежесіндегі хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Хада джабал Ухуд юхиббуна ва нухиббуху» деп айтады. Яғни бұл тау, Ухуд тауы бізді жақсы көреді, және біз оны жақсы көреміз деп айтады. Яғни бұл жерде бір-бірін жақсы көру деген нәрседе ғалымдарда көптеген түсініктер бар, әртүрлі. Солардың бірі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде жақсы көреміз дегені, яғни Ухуд жайғасы болады. Сол жерде мұсылмандарға сынақтар келеді. Сол жерде Аллах тағала өзіне шахидтер таңдап алады. Солардың ішінде шахидтердің төресі болған, шахидтердің сұлтаны болған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесі Хамза ибн Абдул Мутталиб болады. Одан басқа да көптеген абыройлы сахабилер осы Ухуд тауының маңында шахид болады.